Инстаграмнан қалай подписчик жинаймыз? Құрметті достар, Инстаграмнан подписчик жинаудың негізгі 3 жолы бар. Қазір сіздерге нақты түсіндіріп өтетін болам. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Болашақта бұдан да күшті контенттер түсірілетін болады. Ендеше бірінші жолы. Құрметті достар, дәл қазір Инстаграмда көптеген адамдар миллионер болып жатыр. Сізде миллионер болып подписчигіңізді көбейтіңіз. Ендеше бірінші жолы. Инстаграмда подписчик жинаудың бірінші жолы бұл танымал блогерлердің подписчигінің 50-не тіркеліп шығу. Олар сіздерге взаимно тіркеледі. Бұл бірінші жолы. Енді екінші жолы. Екінші жолы бұл блогерлердің гифтеріне спонсор болу. Ол дегеніміз, блогер 10 мың, 12 мың подписчик живой гарантия берген кезде, сіз 10-12 мың живой подписчикті 10 мың теңгеге беріп өзіңізге жинай аласыз. Үшінші жолы көптеген адамдар сатады бұл сайтты. Бұл сайтта өте арзан бағада подписчик, просмотр, лайк, статистика бәрін жасауға болады. Бұл сайтты видеоның описаниясына мен қалдыратын болам, және ол сайтқа кірген кезде қалай қолданамыз. Бірінші кірген кезде почта ашасыз, почтамен тіркеліп, номеріңіздің бәрін тіркеліп шыққаннан кейін ішінде баланс деген тұрады. Сол балансты толтырып, өзіңізге подписчик жинаған кезде подписчик, лайк жинаған кезде лайктар жинайсыз. Негізінде 1000 просмотрды 300 теңгеге, 200 теңгеге істейді, ал ол сайттың ішінде бар болған 1000 просмотр 10 теңге, 20 теңге. Подписчикті 1000 теңгеге істесе, ол сайттың ішінде болашақта керемет Instagram, TikTok қалай әлеуметтік желілерде даму керектігін айтатын болам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.